құқықтық сауаттылық мәселесіне қатысты бүгін елімізге танымал қоғам қайраткерлерінің бірі заңгер Есберген ағамызбен уақыт тауып кездесіп отырмыз. Есберген аға, жалпы уақыт тауып келгеніңізге үлкен рахмет айтқым келеді. Енді жаңадан басын айтып кеттім. Елде құқықтық сауаттылықты арттыруға бағытында мемлекет, мен ойымша, бір деңгейде жұмыстар жасалып жатыр. Бірақ дегенмен әлі де біраз әттеген айлар бар, өйткені халықтың бір деңгейде жас мөлшері болсын, тіпті сіздердің қалай айтатын, замандастарыңыз аға буын арасында да заң бұзушылықтар орын алады, Жалпы осыған сіздің ойыңыз, бұған не түрткі болып жатыр жалпы? Енді біздің Қазақстан Республикасының Конституциясында, ата заңымызда зайырлы құқықты, зайырлы мемлекет деп көрсетілген. Сондықтан бізде құқықтық мемлекеттің мүшелерінің бәрінің құқықтық сауаты жоғары болса деген ойдамыз. Ал енді біздің елімізде көп фактілерге, жағдайларға байланысты ол керісінше болып отыр. Жалпы халықтың жасыратын жоқ, құқықтық сауаты төменгі дәрежеде, барлығы құқықтық сауатты емес. Оны ашық айтуымыз керек. Оны көбінесе біз әсірелеп бәрін жақсы дейміз. Өйткені қарапайым бір жағдайлардың өзінде өзінің құқықтық міндеттерін білмей жатады жалпы халық. Сондықтан мынау мемлекет басшысының заң және тәртіп деген қағидасының аясында қазір құқықтық сауат мектебін ашып, осы жөнінде жалпы халыққа дәрістер беру жөніндегі мәселесін мен қолдаймын. Бұл өте дұрыс. Біз де қазір мына Астана қалалық қоғамдық кеңесінің жанынан үлкен жоба жасап, біз мына инклюзивтік құқықтық сауатты ашу жөнінде жұмысты осы қыркүйек айынан бастайын деп жатырмыз да, мысалы. Қоғамдық кеңестің? Иә. Сол қоғамдық кеңестің белсенді мүшесі ретінде мен осы сұрақтарды көтердім. Бұған Астана қаласының әкімі, басқа да біздің басшылар, мына оқу ағарту министрі тарапынан бұның бәрін мақұлдап отыр. Мен ойлаймын, бұл өте дұрыс нәрсе. Ал енді бұндай құқықтық, бұл енді құқықтық сауатты атқару мектебін біз осы Астана қаласындағы педагог мұғалімдерден бастауымыз керек деп отырмыз. Осы педагогтардың құқықтық сауатын көтерсек, олар ары қарай мынау сыныптағы оқушылардың құқықтық дәрежесін дәріс бере біледі. Барлық педагогтарды айтаса, или пәні? Жоқ, барлық педагогтарға. Не только барлық педагогтарға, жалпы барлық қоғам мүшелерінің құқықтық сауатын көтеру керек деп жатыр ғой енді президент. Заң және тәртіп деген тақырып аясында, дұрыс па? Сондықтан менің ойым, енді оны біз бөлшектеуіміз керек қой, оның бәрін қамту мүмкін емес. Барлық заңды? Барлық заңды, барлық қоғам мүшелерін қамту мүмкін емес. Сондықтан менің айтып жатқан блогым педагогтарға арнайы құқықтық дәрістер өткізіп, өйткені педагогтар біздің жастарымызды дайындайды ғой. Дұрыс, көріп отырсыз. Күнде кездеседі. Міне, сондықтан бұны кезең-кезеңмен дайындаған дұрыс деп ойлаймын. Бұл жөнінде мен эфирлерде талай рет өзімнің ойларымды айттым. Сондықтан біз өзіміздің мына құқық деген әлеуметтік жағдай сұрақтарында да қажет нәрсе. Бізде тіпті кейбір жай мәселелерді өзінің мысал үшін жаңағы жалақысын қалай өндіру керек, неге оны уақытылы бермей жатыр, немесе еңбек демалысына шығу керек, міне ондағы жеңіл жағдайлар соның өзін білмей жатады да өзіне қатысты. Көрдіңіз бе? Сондықтан мына ата заңға сәйкес бірінші ата заңды үйретуіміз керек. Міне ата заңның баптарында, база ретінде ата заңның несінде қандай мәселелер көтеріліп жатыр.
деу керек та. Бұның өзі о бірнеше сағаттық, ол бір күндік болмайды. Бұның өзін 1 ай, 2 айлық дәріс курстарына жасау керек та, сөйтіп жалғастырып барып. Ұзақ кезең ғой бұл. Иә. Өйткені ол керек. Ол бір күнде, бір дәрістен, бір сәтте құқықтық сауаты көтеріле салмайды ғой. Өйткені ол өте қиын мәселе. Но біздің ойымыз, адамдар өзіне қажетті құқықтық тәртіптерді білгені абзал дейміз. Түсініңіз ба бұл жердегі мәселе? Барлық заңды білу міндет емес қой? Міндет емес. Өзінің күнделікті жасап жатқан шаруасының аумағындағы заңдарға байланысты өзіне толық мәлімет алатын болса, соның өзін қорғай алады. Иә, соның өзі үлкен жетістік те бұл жерде менің айтайын деп жатқан мәселем. Аға, мынандай бір үрдіс бар. Соңғы кезде ақылы конторалар дейді ғой, заң кеңесін көрсету бойынша. Адвокаттар, жаңағы кабинеттері көптеп ашылып жатыр да. Бұл нарықтық талапқа сәйкес жүріп жатыр. Яғни мен ойымша сұраныс бар болғандықтан ұсыныста болады. Енді нарықтың заңдылығы. Бірақ былай қарасақ, мысалы, бір кейс ретінде айтайын. Әділет министрлігінің өзінің ақысыз кол орталығы бар. Сонымен қатар әділет басқармалар тарапынан әлеуметтік әртүрлі топтарға беретін ақысыз жаңағы адвокаттар тартады екен, сондай көмек те бар. Бірақ халықтың бір деңгейі жаңағы оны білмейді екен да, жаңағы адвокат білмейді. ақылыға бар. Мен айтайын, мынау адвокатуралы заңда бұл көрсетілген. Заңгер ақылы кеңес бере алады, заңгер тегін заң кеңесін бере алады. Барлығы ма? Барлығы, кез келгені. Бере алады ма или міндетті? Бере алады. Міндетті деген жоқ, бере алады. Ал енді ол заңда көрсетілген. Жағдайы жоқ адамдарға отдельный графалар бар. Тегін заң көрсету жөнінде ол әділет министрлігінің қазір реттеп қойған өзінің ережелері бар. Сол бойынша арнайы заңгерлер, арнайы адвокаттар қызмет жасайды. Ол ешкімді шектелмейді. Түсініңіз ба? Мысал үшін. Ал енді толығырақ квалифицированный заң көмегін алам десе, ол енді әрине ол ақылы, өз еркі, онда жаңа келісім шарт жасап, адвокаттармен жұмысын жалғастыра береді. Бұл бір вариант. Екінші вариант, жаңағы тегін заң кеңесін алу жөнінде, әрине бұл ақпарат әлі кең таралмағанда білмейді. Тегін заң кеңесін алуға болады. Ол жөнінде арнайы адвокаттардың тізімі көрсетілген, заңгерлердің тізімі көрсетілген, әділет министрлігінің сайтында, сосын мынау адвокаттар алқасының сайттарында бұның бәрі көрсетілген. Бірақ көрдіңіз бе, біздің халыққа құқықтық ақпараттар жете бермейді ғой. Жете бермей мүмкін, ала алмай ма олар? Ала алмайды емес, ол адамдарға байланысты. Адам өзі іздену керек. Қазір бізде міне сандық цифровизация дейміз ғой. Басса болды ғой, бәрі шығып тұр ғой. Ол адамдарға байланысты. Сол адамның өзіне байланысты ғой. Иә, ол 20 миллион халықтың қайсы біріне ол адвокаттар жете береді. Жете береді ол. Мен тегін заң көмегін. Қазір міне цифровизацияға байланысты сайттарды теретін болса, бәрі жазылған. Қалайды ақылы, қалайды тегін. Ол өзі адамға байланысты. Ол жас мөлшеріне байланысты емес? Жоқ, ол жасқа ешқандай шектеу жоқ ондай. Бұл заңда өзі арнайы көрсетілген. Біз өткен бір сараптама жасадық. Адам жалпы құқығы бұзылып жатса, немесе бір заңды білмей түсінбей жатса, адамдардан сұрасақ, кімдерге жүгінесіз десек, барлығы бірінші кезекте полиция деп атайды екен. Бір қызығы. Енді бұл халықтың жадында солай қалып қойған екен. Бірақ дегенмен қазір әр мемлекеттік мекеменің өз функциялары бар. Полицияға, құқық қорғау органдарына қай уақытта арызданып, шағымданып, егер оның құқығы бұзылып, дене жарақаты болып, бопсалау жағдайлары болып, күш көрсету мәселелері болып жатса, ол енді полицияға. Жалпы әлеуметтік сұрақтар ғой бұл адамдардың түсінбейтіні. Бұл жөнінде арнайы заңгерлер мен адвокаттарға жүгіну керек. Олар сол адамдардың талабын орындайды.
деген мәселе ғой. Адам құқығы жөнінде жалпы әртүрлі мемлекеттік органдар өзінің функциясын атқарады. Әділет министрлігі бар, білім басқармасы, әр министрліктің өзінің, әр әкімдіктің жалпы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге қатысты басқа да ол адамның құқығы былай айтқан кезде. Сонымен қатар, мысалы бізде адам құқығын қорғау жөніндегі ұйым бар, білесіз, бар. Комиссия соны бар. көбісі білмейді екен. Мысалы, мен айтайын, адамның құқығын қорғау жөнінде мемлекеттік ұйым бар. Уполномоченный по правам человека дейді. Бұл арнайы мемлекеттік орган. Адамдардың құқығын қорғау жөніндегі уәкілетті орган дейді. Оны тіпті өңірлерде филиалдар бар. Иә, филиалдары бар. Ал екінші қоғамдық негізде бар. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия деген комиссия бар. Сол комиссияның мүшелері бар, сарапшылары бар. Сондай сарапшылардың бірі мен, мысал үшін, міне. Көрдіңіз ба? Енді, осы құқы бұзылған адамдар міне осы арнайы комиссияларға, мекемелерге шағымдануға құқықтары бар. Бірақ енді бізде көрдіңіз ба, мына құқықтық сауаттың төмендегені ғой, енді осы білмейді ғой бізде. Бізде қазір Конституцияға сәйкес барлық әлемдік дәрежедегі заңды ұйымдар, заңдар жақсы жұмыс жасап жатыр. Бірақ халық біле бермейді. Бұның бәрі не? Құқықтық сауаттың төмендігінен. Сұраңыз, сөзіңіз аузыңызда. Бізде былай, заңдар бар, заңдар меніңше жақсы жазылып жатыр, айтуға болады ғой, толыққанды. Жақсы. Бірақ мәселе заңның іске асыруында ма, или халықтың заңды соны қабылдауында ма проблема? Жоқ, мәселе ол заңның орындалуы бір басқа мәселе. Бұл жерде біз құқықтық сауат жөнінде мәселе. Жалпы халықтың құқықтық сауаты неге төменгі дәрежеде? Міне, төменгі дәрежеде деп жатқанымыз білмейді. Адамның құқығын қорғайтын қандай органдар бар? Бұның бәрі сайттарда жазулы тұр ғой. Бұның бәрі. Демек, құқықтық сауатты төмен болғандықтан ол ізденбейді адамдар. Іздену керек қой. Құқы бұзылған адам, дұрыс па? Оны кім үйретеді? Оны полиция күнде үйретпейді, оны прокурор үйретпейді. Дұрыс па? Яғни нарықтық жүйеде адам өз-өзін іздену керек. Іздену керек, ол мәселе сол. Век живи, век учись. Иә. Ол сондықтан барлық нәрсе бар қазір. Ол адамдарға байланысты. Есберген аға, әртүрлі консультативті кеңестік орталықтар бар қазір, иә? Әкімдіктің жанында, министрліктің жанында, жаңағы президент әкімшілігінің жанында деген сияқты. Бірақ кең көлемде қазір соңғы кезде үлкен дамып жатқан бір институт бұл қоғамдық кеңестер. Шын айтайын аға, халық әлі мүмкін, мен қателесетін шығармын, бірақ халыққа әлі ол да жетпей жатыр. Қоғамдық кеңес, олардың функциялары немен атқарады, не көмек бере алады деген. Сіз енді Астана қаласының қоғамдық кеңесінің жай емес, енді бір беделді, белсенді мүшесі. Соған қоғамдық кеңестің жалпы қоғамдық осы құқықтық сауаттылыққа бір жанама болса да несі бар ма? Көмегі, әсері бар. Өйткені бұл қоғамдық кеңес те президенттің жарлығымен құрылған мемлекеттің бір органы болып есептеледі. Біз енді осы қоғамдық кеңес, біздің Астана қаласында қоғамдық кеңесте 6 комиссия бар. Сол 6 комиссияның бір комиссиясы мына кәсіпкерлікті дамыту және құқықтық тәртіпті сақтау деген комиссияның мен төрағасымын. Көрдіңіз бе? Сондықтан бізге де көп адамдар шағымданады. Кімнің құқықтық сауаты бар, ол адамдар жаңағы қоғамдық кеңеске келіп, бізді қабылдаңыздар, біздің осындай шағымымыз бар деп бізге келіп жатады. Көріп жатсыз ба? Әкімдікке ма или? Әкімшілікке келеді да, қоғамдық кеңес. Әкімшіліктің ішінде қойылды қоғамдық кеңес. Біз сол ғимаратта отырамыз ғой енді. Сондықтан олардың әр түрлі сұрақтарына біз жауап береміз. Яғни халық біліп жүгініп жатыр ғой, иә? Халық біліп жүгіне бастады осы күнде. Мысал үшін көп адамдар келеді, бізден жаңағы консультация алады. Түсініңіз ба? Біз оларға бағдарлама береміз.
Біз айтамыз, сен мына жөнінде полицияға барма, бұл жөнінде мысалы басқа мекемелерге бар. Иә, мына Бағыттайсыздар. Иә, бағыттаймыз. Мысалы мына гаска деген мекеме бар, құрылысты қадағалайтын. Соған барыңыз дейміз да. Мысалы мына жөнінде Функцияларын түсіндіресіз. Иә, функцияларын түсіндіреміз. Міне осының өзі көп заң көмегі болып есептеледі. Соңғы сұрақ аға. Жалпы құқықтық сауаттылықты кең көлемде арттыру үшін мемлекет не істеу керек және халық оған қандай қадамдар жасау? Вот құқықтық сауатты көтеру үшін мынау біздің президентіміздің талабы өте орынды. Заң және тәртіп қағидасында мектеп ашыңдар деп жатыр ғой, оқытыңдар деп жатыр. Халықты көрдіңіз ба? Бұл мәселе қазір барлық органдарда жұмыс жасап жатыр. Міне, әсіресе ішкі істер министрлігінде көптеген видеороликтер жасалынып жатыр. Инстаграм парақшаларында. Иә, инстаграмы бар, басқасы бар. Енді бұдан артық не істейді? Президенттің өзі жарлықпен Концепция. осындай концепция жасап, халықтың сауатын көтеру үшін оқытыңдар деп жатыр ғой. Бұдан артық қандай талап керек, бұдан артық қандай пәрмен керек, айтыңызшы. Енді біз осы жөнінде қазір жұмыстар жасап жатырмыз. Халық қандай қадамдар жасау керек? Халықтың қадамы тек қана жаңағы кеңес алу керек. Сол кеңес арқылы өзінің білмегенін толықтырады. Түсініңіз бе? Жер-жерде, мектеп қабырғаларында, педагогтарда, еңбек ұжымдарында, міне осындай біз құқықтық сауатты көтеру жөнінде лекциялар, дөңгелек столдар, семинарлар өткізуіміз керек. Вот мәселе осы да. Бұл қадамдар өте дұрыс қадам. Бұл ешкімнің ойынан шығарған емес. Бұл арнайы президенттің тапсырмасымен бағытталып жатқан мәселелер. Әйгілі Бауыржан Момышұлының сөзі жаңағы тәртіпке бағынған, құл болмайды деген сөз. Ел құл болмайды дейді. Біздің халыққа қарапайым осы сөзді толық түсіндіру керек шығар деп ойлаймыз. Иә, толық түсіндіру керек. Бұл жөнінде айтып отырмын ғой. Енді біздің Қазақстан Республикасы егеменді ел 30 жылдан жаңа асты, жас мемлекеттердің қатарындамыз. Сондықтан бұл жөнінде жас мемлекеттің әртүрлі халықтардың деңгейін көтеру жөнінде жұмыстар жүріп жатыр. Сондай деңгейдің бірі міне құқықтық сауатты көтеру деңгейі. Бұл өте орынды, президенттің қазір талабы өте орынды, дер кезінде қойып жатыр. Яғни жалпы былай дамыған елдің, дамыған ұлттың бір индикатор көбінесе бұл құқықты сауатты мемлекет, сауаттылық көтерілген қоғам орнатты. Аға, осы бағытта меніңше мемлекет өз жұмысын, өз міндетін атқарып жатыр. Меніңше енді халыққа біз ұжымдасып, барлық қоғамдық ұйым болсын, азаматтық қоғам секторы, мемлекет органдар бірігіп жұмыс істесек, меніңше бұл индикатор орындалады деп ойлаймын. Сізге жұмысыңызға сәттілік, осы уақыт бөлгеніңізге көп рахмет айттыңыз.